Бүгінгі тақырыпта біз жүктілік кезінде әйел адамдардың аяқ-қолы неліктен ұйитыны туралы айтатын боламыз. Жалпы мұның бірнеше себептері бар. Ең бірінші жиі кездесетін себебі ол гипотиреоз. Гипотиреоз, яғни қалқанша бездің қызметінің төмендеуі. Жалпы қалқанша без бізде барлық гормондарды реттейтін организмдегі самый главный қызмет атқаратын без, гормондардың патшасы деп айтылады. Өйткені ол ағзадағы метаболизм зат алмасуға жауап береді. Яғни ол баяуласа, метаболизмде баяулайды деген сөз. Сол себепті организмде аяқ-қолдардың ұюы бірден бір себебі ол жаңағы қалқанша бездің қызметінің баяулауы. Гипотиреоз болса, екінші себебі ол кезде ол анемия кезінде болады. Қаназды кезде оның үстіне қанның қоюлануы да болуы мүмкін. Тромбоциттер қаназды кезінде жоғарылайды. Екінші себебі осыдан. Почти барлық жүкті әйелдерде анемия кездеседі. Себебі қыз кезінде ол дұрыс емделмеуі мүмкін. Оларға айтатын болсаң айтады: менде айнамда анемия, хронический анемия, менде бұрыннан анемия деп жүре береді, мән бермейді. Бірақ анемия деген сөз өте көп арасында, халық арасында ол бір мән бермейтін ауру сияқты естіліп кетеді, бірақ оның зардабы орасан зор. Өйткені бала үшін де, ананың денсаулығы үшін де ол қауіпті жағдай. Ертең жүктілік кезінде босану барысында қан кету жағдайлары да кездесуі мүмкін. Неліктен жүктілік кезінде анемияға көп маңыздылық беріледі? Себебі сіздің гемоглобиніңіз мысалы төмен, жалпы айтқанда. Может, ол скрытый анемия болуы мүмкін, сонда барлық негізі толыққанды тексеру керек та. 3,5 грамм сіздің гемоглобиніңізден 1 грамм балаға гемоглобин түзіледі. Енді ойлаңыз, сіздегі жетіспеген ағзадағы анемия, жаңағы кислород жетіспей жатыр. Жалпы қанның қызметі, гемоглобиннің қызметі барлық органдарға оттегімен тасымалдау, қамтамасыз ету. Егер сіздегі жетіспеген ағзаға жетіспеген кислород, гемоглобин, оттегі балаға қайдан жетеді? Енді ойлаңыз. Мен мына жерге суреттерін қоямын. Және де тағы да бір видео түсіру керек болады. Балаларда анемияның салдарынан қандай ауруларға алып келу мүмкін? Негізі біз айтамыз, 110-нан төмендеген кезде анемия деп. Әйел адамдарда 120-140, ер адамдарда 130-160 деп айтамыз. Бірақ жүктілік кезде 122-ден төмендеу ол әйел адамдарда анемия болып саналады. Сондықтан да жүктілікке дайындық өте маңызды. Арнайы міндетті түрде витаминді, темір препараттары, комплекстер ішіп, қалқанша бездің қызметін тексертіп, жүктілікке дайындалу керек. Жүкті болғанның өзінде осы ағзаңызда барлық нәрсе дефицит жоқ екендігіне көз жеткізу өте маңызды деп айтқым келеді. Сол денсаулықтарыңызға қараңыз.